Ежелден жеті қазынан бірі болып саналатын ит шекарашылардың сенімді серігі болып табылады. Өйткені қызметтік иттер шекара бұзушыларды есірткі және жарылғыш заттарды іздестіруде таптырмас көмекші. Шекара қызметі бүгінгі күнге дейін 2000-нан аса, соның ішінде ТМД мемлекеттері шекарашыларына да кинолог мамандарды дайындап шығарды. Бұл үдеріс ұзақ уақыт аралығында өзіміздің кинологиялық орталықта жүзеге асырылып келеді. Қызметтік иттерді өсіріп, тәрбиелейтін орталық питомник шекара қызметінің ерекше мақтанарлық бөлімшесі. Мамандар иттердің дұрыс қоректенуіне, өсіп жетілуіне баса назар аударады. Алдыңғы қатарлы заманауи техниканың өзі біздің қызметтік иттердің орнын еш алмастыра алмайды.